Қайырлы күн. Бүгін сіздердің назарларыңызға Ұлытау Жезқазған өңірінің флорасы тақырыбында музей сабағын жүргізетін мен, ғылыми қызметкер Өткелова Толқын Сырлыбекқызы. Орталық Қазақстандағы бірегей географиялық орындардың бірі Қарағанды облысындағы Ұлытау Жезқазған аймағы аз зерттелген флористикалық аймақ болып табылады. Ірі ботаник Александр Иванович Шренк 19 ғасырдың аяғында орталық Қазақстанның, атап айтқанда біздің аймақтың өсімдік жамылғысын зерттеумен айналысты. Қазіргі уақытта құндылығын жоғалтпаған маңызды материалдар Крашенников, Павлов, Кубанский, Байтенова және Мырзалиева сияқты ботаниктердің еңбектерінде көрсетілген. Негізгі аумағы таулы қыратты, шөлді-шөлейтті, құмды сазды зоналардан тұратын Ұлытау өңірінің өсімдіктер дүниесінің өзіндік ерекшеліктері бар. Ботаникалық зерттеу мәліметтеріне қарағанда, Ұлытау Жезқазған аумағында 970 өсімдіктің түрі есепке алынған. Оның ішінде 12 өсімдік түрі қызыл кітапқа енген. Бетпақдалада 300-ден астам өсімдік түрлері өседі. Ұлытау тауларының аумағында өсімдіктердің 617 түрі табылды. Олар ағаштар, бұталар, жартылай бұталар, шөптесін, көп жылдық өсімдіктер. Олардың ішінде 200-ден астамы емдік өсімдіктер, 19-ы сирек кездесетін өсімдіктер түрі және олар Қарағанды облысының басқа жерлерінде кездеспейді. Олар ерекше қорғауға лайық. Оларға ең алдымен Ұлытау түймешетені, тікен түкті мыңжапырақ және жіңішке жапырақты күреңот кіреді. Сондай-ақ өте сирек кездесетін түрлері шегіргүл, қазақ күрені, үш тарамды өсімдіктер. Ірі өзендердің аңғарлары бойында өте сирек тоғайлар сақталған. Оларда итмұрын, жиде, қараған, тобылғы, долана, жабайы қарақат өседі. Пайдалы түрлердің ең үлкен тобы дәрілік өсімдіктер. 207 түрі ұсынылған өсімдіктің 33 түрі Қазақстан Республикасының формологиясына енгізілген. Жемдік өсімдіктер түрлерінің саны бойынша екінші орында, 206 түрінің 12 түрі мал азықтық өсімдіктері. Бұл өсімдіктер мал мен жабайы жануарлардың жайылымдық қорегі бола алады. Өнеркәсіптік өсімдіктер тобын 142 түрімен, соның ішінде илеу, талшық бояу, құрылыс өсімдіктері әртүрлі бұйымдар жасау үшін қолданылатын өсімдіктермен ұсынылған. Мен біздің аймақтағы кейбір өсімдіктерге ерекше назар аударғым келеді. Мысалы, жусан қазақ халқы үшін қасиетті өсімдік. Жусан құнарлы, мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық, дәруменді өсімдік. Жер шарында жусанның 400-ден астам түрі болса, Қарағанды облысында жусанның 44 түрі өседі. Ең көп таралған түрі шөпті көп жылдықтарға жатады. Екінші орында жартылай өсімдіктер, үшінші орында шөпті мұз және 2 жылдық өсімдіктер. Шренк қызғалдағы далада және жартылай шөлдерде кездесетін жабайы өсімдік. Қызыл кітапқа енген бұл өсімдік ботаник, зерттеуші Шренк Александр Ивановичтің атымен аталған. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.